Бұл жай ғана Қазақстанның географиялық нүктесі емес. Бұл әлемдегі ең үлкен, ең жұмбақ парадокстардың бірі. Ұшы-қиыры жоқ. Қазақ даласының ортасында бір-біріне қарама-қайшы екі бөлікке бөлінген алып су айдыны. Оның бір жағы тұщы тіршілік нәрі, ал екінші жағы тұзды, сорлы теңіз сияқты. Ғалымдар мұның себебін зерттеп ақ жатыр, бірақ халық бұл айырмашылықтың мәнін бұрыннан біледі. Бұл Балқаш хандығы туралы әңгіме. Заманында Балқаш хан деген бір мықты билеуші болыпты. Ол өте бай, күшті және ең бастысы менмендігін аспанға ұшырған қатал жан еді. Оның байлығына сөз жетпейтін, ал билігі таусылмайтын. Ханның жалғыз бақыты сұлулығына мін тағуға болмайтын жалғыз қызы Іле болатын. Хан қызын әлемдегі ең бай, ең атақты адамға беріп билігін күшейтуді ғана армандады. Бірақ тағдырдың жазуы басқаша еді. Іле қарапайым Қаратал есімді бақташы жігітке ғашық болады. Ол кедей болса да жүрегі таза, батырлығы бар еді. Хан барлық бай және атақты байларды шақырып үлкен сайыс ұйымдастырды. Бірақ сайыста Қаратал бәрінен озады. Балқаш хан мұндай қорлықты көтере алмады. Оның менмендігі, биік мансапқа деген құштарлығы қызының бақытынан жоғары тұрды. Ол Қараталды қуып жіберіп, қызын қамап тастады. Бұл шешім трагедияның бастауы ғана болды. Іле қамақта ұзақ отыра алмады. Ол сүйіктісіне асықты. Түнде Іле сүйіктісіне қарай қашып, екеуі бірге ұзап кетті. Мұны естіген Балқаш ханның қаһары шегіне жетті. Екеуің мәңгі қосылмаңдар деп айқайлаған ол, бүкіл құдіретін қолданып екі ғашыққа қарғыс жаудырды. Іле таудан асып аққан өзенге айналды. Қаратал да оған қарай асыққан өзен болып құйылды. Хан олардың мәңгілік қосыла алмауын қалады. Сондықтан ол өзі Балқаш хан екі өзеннің арасына үлкен көл болып жатып алды. Ол осылай қызының бақытына тосқауыл қойды. Бірақ ханның жеңісі ұзаққа созылмады. Ол көлге айналған кезде оның жүрегі